біз қазір көне түркі дәуіріндегі жазуға тоқталып өтеміз. Жалпы мынау біздің қоғамда мынандай дүниеде қалыптасып кеткен болатын, иә. Қазақтарда немесе түркілерде жазу ешқашан болмаған деп айтады кейбір тарихшылар. Енді бұл нәрсені жоққа шығаратын ол бізде Орхон Енисей ескерткіштеріндегі түркі руна жазулары. Енді Орхон Енисей ескерткіштері қайда орналасқан деген сұрақ келсе, ол әрине Орхон Енисей өзенінің бойында орналасқан. Өзі атында айтып тұр. Сол руна ескерткіштері табылды. Жалпы руна деген сөздің мағынасының өзі құпия дегенді білдіреді. Мысалы 568 жылы Византия императорының сарайына келген түрік елшісі Маниях бар ғой, сол кісі сол кезде түріктердің атынан қағанның хатын алып барған, қолдау хатын алып барған. Яғни бұның өзі түркілерде жазу болғандығын дәлелдеп тұр. Және көне түркі жазуларын бұғыты ескерткіштерінен де біз байқай аламыз. Одан бөлек, құрметті оқушылар, 582 жылы түркі қағандарының, сол кезеңде әртүрлі түріктерде қағандар болды, иә. Бумын қаған, Мұқан қаған, Иштемия, олардың еңбектері туралы жазылған ең алғашқы құлпытас орнатылды дәл осы 582 жылы. 18 ғасыр деп тұр. 18 ғасырда біздің еуропалық ғалымдар зерттей бастады руна ескерткіштерін. Өйткені руна ескерткіштері ол бізде бұрынғы осыдан қанша мыңдаған жыл бұрын жазылып кеткен. Оны оқу өте қиын. Соны барынша аударуға тырысты. Сонымен 19 ғасырдың соңында 1893 жылы Томсен деген даттың ғалымы ең алғаш болып тәңір деген сөздің құпиясын ашып, түркі руна ескерткіштеріндегі сөздерді оқып аудара бастады. Сол арқылы ол жердегі жазылған сөздерді біз танып білдік. Өз тарихымызды, сол кезеңдегі түркі мемлекеттерінің де тарихын білдік деуге болады. Сөйтіп, оның аудармасы жасалып бізге жеткен болатын. Енді келесі мінекей сурет ретінде де көрсетіліп тұр, яғни құлпытас, яғни бұл руна жазулар тастарға қашап жазылып беріліп кеткен болатын. Енді Орхон және Енисей өзендері алқаптарындағы ескерткіштер түркі руна жазуының ерекше үлгісі ретінде саналады. Бұл жалпы ескерткіштерде Білге қаған мен оның қолбасшысы Күлтегіннің жалпы құлпытастары ретінде тарихи құнды жәдігерлер ретінде саналады. Өйткені шығыс түрік қағанатының билеушілері ретінде, басшылар ретінде бұлар өзінің еңбектерінде сол тасқа қашап кезінде жазылып кеткен болатын. Осылар жазды, бұл кісілердің ұрпақтары да осыларды жазып кеткен болатын. Мынау ескерткіштерге.